Ридерде денсаулық сақтау және білім өкілдерінің қатысуымен COVID-19-дан вакцинация сауалдары бойынша ауқымды баспасөз конференциясы өткізілді. Жақын арада күллі Қазақстандағыдай қаламызда 12 жастан асқан жасөспірімдердің, жүкті және лактация кезеңіндегі әйелдердің вакцинациясы басталады. Ридердің бас санитарлық дәрігері Гүлмира Мырзағараева, қаланың бас педиатры Виктория Новикова және білім бөлімі басшысының міндеттерін атқарушы Мария Кузьмина коронавирус инфекциясы бойынша эпидемиологиялық ахуалмен алдағы вакцинацияға дайындық жөнінде толық ақпарат берді. Всем добрый день. Для начала я коротко ознакомлю вас. Баршаңызға қайырлы күн. Ең алдымен сіздерді бүгінгі күнге қаладағы эпидемиологиялық ахуалмен қысқаша таныстыра кетейін. Сіздерге мәлім, Шығыс Қазақстан облысы 8 қарашадан бастап жасыл аймаққа көшті. Эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасына сай. Алайда карантиндік шаралар 7 күн өткен соң жеңілдетіледі. Ол уақытта эпидемиологиялық ахуалға талдау жасалады және содан кейін шешім қабылданады. Демек, облыс бойынша эпидемиологиялық ахуалдың тұрақталуы байқалады. Цифрларға тоқталсам, 2021 жылы бізде COVID-19 бен науқастанудың 820 оқиғасы тіркелген. Қазан айында 53 оқиға, қыркүйекте коронавирус инфекциясының 140 оқиғасы тіркелген болатын. Осы айларды салыстырса, төмендеу 2,6 есе. 2020 жылдың қазанында 104 оқиға тіркелген, биылғы көрсеткішпен салыстырғанда 2 есеге төмендеген. Сонымен қоса, тұрғындардың естеріне өткен жылдың күзіндегі ауыр эпидемиологиялық ахуалды салғым келеді. Тек бір күнде 6 қарашада коронавирус инфекциясымен науқастанудың 112 оқиғасы тіркелген. Эпидемиологиялық ахуалдың жақсаруы күллі Қазақстан және қала тұрғындарының вакцинациялану нәтижесі деп білеміз. Сіздер білесіздер, біздің облыс осы бағытта ауқымды жұмыс атқарды. Және бүгіндері біздің облыс коронавирус инфекциясына қарсы вакцинация жағынан қамту бойынша көшбасшы орында тұр. Жақын арада Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес нөмірі 46 2021 жылдың 20 қарашасынан біз 12-ден 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдердің вакцинациясына кірісеміз. Сонымен қоса 16-дан 32 апталық жүктіліктегі әйелдердің, лактация кезеңіндегі босанғаннан кейін 42 күн өткен әйелдердің вакцинациясы басталады. Вакцинация үшін Камирнати препараты қолданылады. Америка құрама штаттарында өндірілген Pfizer өндірісінен шыққан. Бұл вакцина бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымымен мақұлданған және еліміздің аумағында қолдануға болатын бүкіл сапасымен қауіпсіздігіне тиісті құжаттарын иеленеді. Бұл вакцинада 2 компоненттен қойылады. Бірінші компоненті және 21-28 күннен соң екінші компоненті қойылады. Америка мен бүкіл әлемде жасалған талдау вакцинацияның нәтижесі сәтті өткенін және өз тиімділігін беріп жатқанын куәландырады. Және вакцина алмаған балалардың, жасөспірімдердің, жүкті әйелдердің арасында індетпен ауырғандар вакцина алғандардан көп екенін көрсеткен. Вакцина алған ересектердің арасында індетпен ауру бар, оны жасырмай айтамыз, бірақ вакцинаның жетістігі індетпен ауру жеңілділігі және өлімнің жоқтығы. Ридер қаласы бойынша біздің берген соңғы мәліметіміз көбінде госпитальда вакцина алмағандар жатқанын дәлелдейді. Вакцинацияның жетістігі бар. Қаншалық ол туралы адамдар жағымсыз пікір айтса да, вакцинацияның тиімділігі бар. Және тек ұжымдық иммунитет қалыптасқан жағдайда ғана коронавирус инфекциясының таралуы төмендейтін болады. Хотела вкратце объяснить ту работу, которая была проведена по подготовке. Мен вакцинацияға жасөспірімдердің, жүкті және бала емізіп жүрген әйелдердің дайындығы сұрағына тоқталып өтсем. Бұл жұмысты бақылайтын мониторингтік топтар құрылған. Барлық медициналық кабинеттер екпе жасауға санитарлық эпидемиологиялық бақылаудың талаптарына сай ұйымдастырылған. Барлық медициналық қызметкерлердің медициналық көрсетілімдер, қарсы көрсетілімдер бойынша оқытылуы жүзеге асырылған. Барлық вакцина жасайтын медициналық қызметкерлер екпе жасау, вакцина сақтау және қажет болғанда алғашқы медициналық жәрдем көрсету бойынша оқытылған. Вакцинация қалай өтетін болады? Вакцинация ерікті түрде вакцина аламын деген тұрғындардың келісімдері бойынша
тізім бойынша жасалады. Жасөспірімдер медициналық мекемеге ата-анасымен немесе заңды өкілдерімен бірге келеді. Ата-анасына заңды өкілдерге екпенің өтуі, қандай әсері болатыны туралы толық ақпарат беріледі, жазбаша келісімдері алынады және тек содан кейін бала медициналық кабинетке шақырылады, ата-анасының немесе заңды өкілінің көзінше екпе салынады. Екпеден кейін бала 30 минут жеке кабинетте отырады, онда медициналық қызметкерлер оның жағдайын қарайды және баламен, жүкті және бала емізетін әйелдермен тиісті әңгіме жүргізуге психолог, ары қарай қандай қадамдар жасайтыны түсіндіретін медициналық қызметкерлер шақырылады. Вакцинацияның мектепте жасалуына қатысты ақпарат әзірше жоқ. Мектептердегі медициналық кабинеттер вакцинацияға дайын, бірақ екпені медициналық мекемелерде жасаймыз. Бұл Семипалатинскаядағы балалар емханасы, 7-ші және 4-ші аудандардағы емханалар. Жүкті және бала емізетіндер кеңестік диагностикалық орталығында вакцина салдырады. Вакцина алмас бұрын міндетті түрде дәрігер тексереді, бүкіл талдаулар жинақталады. Вакцинациядан кейін денсаулығын бақылайтын медициналық қызметкердің қорытындысы жасалады. Қарсы көрсетілімдер бар, бүкіл дәрігерлер олармен таныстырылған, яғни әркімге жеке әдіс қолданылады. Бірінші кезеңде 16-17 жастағы жасөспірімдер, екінші кезеңде 14-15 жастағылар және үшінші кезеңде 12-13 жастағы жасөспірімдерге жасалатын болады. В городе функционирует 15 общеобразовательных учреждений, в которых на 2021 Біздің қаламызда 15 жалпы білім беретін мекеме қызмет етеді. Оларда 2021-22 оқу жылында 7164 бала оқиды. Олардың ішінде 12-ден 18 жас аралығындағы вакцинацияға жататын оқушылардың саны 2736. Ридзер қаласының әкімінің, қала әкімінің орынбасарының төрелігімен, мектеп директорларымен апта сайын ата-аналарға түсіндіру жұмысын жүргізу сұрағына қатысты кеңестер өткізіледі. Мектеп директорларымен Ридзерлік қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысының қатысуымен 12-ден 18 жас аралығындағы балаларды вакцинациялау сұрағы жөнінде ата-аналар жиналыстары өткізілуде. Әлеуметтік желілер арқылы жиналыстар өтетіні жайлы ата-аналар ақпарат алады және ата-аналар чаттары арқылы, қоғамдастық арқылы ата-аналар мәлімет алып отырады. Жиналыстар күнде өткізіледі, бұл бағыттағы жұмыс жақсы жүріп жатыр. Ескере кететіні, вакцинация ата-ананың келісімімен ерікті түрде өтеді.